Өміріңізде бір жаңалық болса, бірден суретке түсіріп ғаламторға жүктейсіз. Басым көпшілік солай істейді емес пе? Абайлаңыз, сақ болыңыз. Адамдардың жолы болмай немесе ауырып жатады. Неге? Осыны түсінуіміз керек. Көз тию хақ. Хадисте айтылады: сізге жұрттың көзі өтіп кетуіне өзіңіз себепсіз. Қара, мен не жедім? Алла куә, мен әрбір жеген асын парақшасына салатын адамдарды көрдім. Неге? Себебі мен Түркияға бардым. Вау, Түркияда болдыңыз ба? Мен Түркияға барғанда мен мынаны жедім, ананы іштім, мынандай шырынды іштім, осы сусынды іштім, осы жерлерді көрдім, мына қонақ үйде тұрақтадым. Ол жақ сондай әдемі. Дүкеннен мына көйлекті сатып алдым, ананы алдым. Әрбір нәрсені баласын киіндірсе де суретке түсіріп желіге салады. Басқа киімге киіндірсе, оны да желіге жүктейді. Юсуф сүресін оқыңызшы, үлкен сабақ аласыз. Ол сүреде осыған қатысты екі жағдайға жолығамыз. Біріншісі, бауырлары арнайы бір жерге ас алу үшін келген кезде әкелері жеке-жеке кіруді айтқан болатын. Олай айтуының себебі, балалары адамдардың көздеріне түспеуі үшін солай айтқаны туралы тәпсір кітаптарынан табамыз. Көзге түспеу арқылы көз тиюден аман болады. Бұл осы сүреден үйренген сабағымыздың алғашқысы. Сондай-ақ әкесі сүре басында баласына көрген түсін бауырларына айтпауы керектігін айтады. Бауырларына айтпа. Неге? Себебі олар саған қарсы жоспар құруы мүмкін. Не себепті? Көре алмаушылықтары себепті. Хадисте, расында көре алмаушылық құрғақ ағашты от жалмағаны сияқты сенің жақсы амалдарыңды жояды деп айтылады. Сондықтан, бауырларым, қарындастарым, әлеуметтік желіге суреттеріңізді жүктерден бұрын бір сәтке ойланыңыз. Тіпті жеген асыңыз немесе басқа нәрсе болса да. Телефоннан, заманауи техникадан бас тартыңыз демеймін. Бірақ айтқым келіп тұрғаны, әр нәрсені орнымен қолданыңыз. Пайдалы іске қолданыңыз. Пайдасыз, зиян нәрсеге қолданудан сақ болыңыз. Сіз 1, 2, 3, 10 суретті жүктейсіз. Кейбір адамдар сол суреттерді көріп, өздеріне де сол нәрселерді қалайды, қызғанады. Сізге берілген нәрселерге ол да қол жеткізгісі келеді. Басқалар сіздің суреттеріңізді көріп дұрыс қабылдайды деп ойлайсыз ба? Бірнеше уақыт өткеннен кейін сізге деген сезімдері өзгере бастайды. Мынаған қарашы, шалқып өмір сүруде. Бұл өмірде ешбір қиындық көрмеген ғой. Елестетіңізші, егер біз өмірімізде болып жатқан қиындықтарымызды әрдайым парақшаларымызға жүктейтін болсақ, ара түнекте өмір сүріп жатқандай болар едік. Адамдар өздерінің жақсы суреттерін, өзгелердің көргенін қалайды. Барлығы жақсы суреттерімен бөліседі. Бәріміз жақсы суреттерімізді таңдаймыз. Жақсы болып суретке түскенде тұрған еш нәрсе жоқ. Алайда өміріміздегі әрбір сәтімізге қатысты бәрін түсірудің қажеті жоқ. Түсіргеннің өзінде де оны жақын жоқтарыңызбен бөліссеңіз жеткілікті. Қатты бөліскіңіз келіп отырса, араласатын жолдастарыңызбен бөлісіңіз. Алла тағала баршамызды тіл көзден сақтасын.